Hello everyone, how are you today? Today we are going to learn about this, that, these and those. Бүгінгі өтейін деп отырған тақырыбымыз this, that, these and those. Бұл сөздер не мағынаны білдіреді және қай кезде қолданамыз? Соны үйренейік. This is деген сөз мынау деген мағынаны білдіреді. Егер де сіздің алдыңызда, сізге жақын жерде бір ғана зат тұратын болса, тек жекеше түрде ғана қолданылады. Бір ғана зат тұратын болса, және де ол зат сізге жақын жерде тұратын болса, онда сіз this is қолданасыз. Мысалға, менің алдымда столдың үстінде кітап тұрса, this is a book. Мынау кітап. Түсінікті ғой? Дәл сол сияқты that is енді жақындағы емес, керісінше алыстағы, анау тұр деп көрсетеміз ғой. Сол сияқты алыстағы затқа қолданамыз. Бұл да жекеше түрде, алыста тұрған бір штук жекеше түрдегі затқа қолданамыз. Мысалға, басқа бір жерде, басқа бір столда, алыста кітап тұратын болса, that is a book, анау тұрған кітап. Мынау this is a book, мынау кітап. That is a book, анау кітап. Түсінікті ғой? Енді осы екеуі жекеше түрде, осының көпше түрін үйренейік. These are, мыналар деген мағынаны білдіреді. Егер де сіздің алдыңызда, сізге жақын жерде бірнеше зат тұратын болса, көпше түрде, бірнеше зат тұратын болса, these are books. Осындай кезде мысалы, these are сөзін қолданасыз. Мыналар кітаптар. Сізге жақын тұрған жердегі заттар, Енді дәл сол сияқты those are алыста тұрған бірнеше затқа those are қолданамыз. Аналар. Those are. Түсінікті ме? Those are books. Анау тұрған кітаптар. Сізден алыста тұрған жағдайда айтамыз, Көбінесе біз мысалға бір бөлмеге кіріп сипаттасақ, мысалға, this is, that is, мысалға өзімізде жақын жерде тұрған кітапты, столдың үстінде тұрған кітаптарды, заттарды, мысалға сөйтіп қолданамыз да, ал алыста тұрған нәрселерге, мысалға қабырғада ілініп тұрған нәрселерді, мысалға алыста тұрған терезені айтқан кезде, қабырғада сурет ілініп тұрса, сондай жағдайда осы алыстағы сөзді қолданамыз. Енді мынау жерде сіздерге this is a book, that is a book, бұның барлығы positive, болымды түрлері. Енді болымсыз түрін үйренейік. Болымсыз түрі оп-оңай. Мына жерде сіздерге қызылмен көрсетіп қойған. This is, жаңа мына жерде this is a book деп тұрса, мына жаққа тек not сөзін жалғадым. This is not a book. Бұл кітап емес. Мынау кітап емес, That is not a book. Анау кітап емес. These are not books. Мыналар кітаптар емес. Those are not books. Анау тұрған кітаптар емес. Деген сияқты. Тек not сөзін жалғайсыз. Өте оңай. Түсінікті ғой? Енді осындай сөздерге сұрақты қалай қоямыз? Сұрақ қоюда өте оңай. Сұрақ қоятын кезде бізге ең бастысы what, не деген сөз қажет. What is this? Мысалға, мына жердегі сөйлем this is ғой. Сол жердегі is'ді мына алдына шығарамыз ғой this'тің. Сол кезде what is this? Мынау не? This is a book. Бұл кітап. What is that? Анау тұрған не? That is a book. Ол кітап. What are these? Неге мына жерде are? Өйткені көпше түрде, бұл жерде бірнеше зат айтылып тұр. What are these? Мыналар нелер? Бұлар кітаптар. These are books. What are those? Аналар нелер? Those are books. Олар кітаптар. Алыста тұрған нәрсеге көрсетеміз. Енді ары қарай жалғастырайық. Дәл осы тақырыпқа сай сіздерде мына жерде суретпен бірге тапсырма көрсетілген. Енді бұл жерде суретке қатты назар аудару керек. Егер де
зат адамға жақын тұрса, онда жаңағы жақын жерде қолданатын сөздерді қолданамыз. Ал егер адам алыстағы нәрселерді көрсетіп тұрса, онда алыстағы сөздерді қолданамыз. Түсінікті ғой? Мысалға, бірінші суретке қарайық. Мына жерде әйел адам қолына map, карта ұстап тұр. Map жаңа сөз, сөздікке жазып алсаңыздар болады. Карта ұстап тұр, сосын айтады: Isn't a very good map. Мынау жақсы карта емес дейді. Енді ол адам қолына ұстап тұр ғой. Ол яғни жақын ғой. Және де бұл жекеше түрде ғой, өйткені карта бір-ақ штук қолындағы, иә? Яғни біз қай сөзді қолданамыз? Біз әрине this is қолданамыз. Жақын жерде тұр, жекеше түрде тұр. Түсінікті ғой? Яғни мына жерге this isn't a very good map. Мынау жақсы карта емес деп сөйлем құрастырылып тұр. Енді екінші сөйлемге қараңыздар. Екінші сөйлем ол сұрақ. Иә? Сұрақты қалай құрастыратынымызды ұмытып қалған жоқпыз ба? Сұрақты міне. Is немесе are, мынау this, that сөздерінің алдына шығып кетеді. Түсінікті ғой? Бізде мына сөйлемде are алдына шығып тұр. Енді мына жерге қоятын сөзді табу керек. Суретке назар аударсаңыз, мына жерде футболкалар жатыр. Мамасы қолымен алыстан көрсетіп тұр, иә? Мынау сенің футболкаларың ба? Деп сұрап жатыр, иә? Или аналар сенің футболкаларың ба? Енді бізге алыстағы көпше түрдегі сөз қажет. Алыстағы көпше түрдегі сөз ол әрине those, иә? Значит, біз мына жерге are those your t-shirts? Аналар сенің футболкаларың ба? Сондай сұрақ қоямыз. Түсінікті ма? Дәл сол сияқты төмендегі қалған 4 тапсырманы жасап көріңіздер. Түсінікті ғой? Ең басты назар аударатын нәрсе жақында тұр ма, алыста тұр ма, жекеше ма, көпше ма? Түсінікті ғой? Енді тағы бір сіздерге айта кететін нәрсе, мен сіздерге алдыңғы бірінші сабақтан бері it is мынау деп үйретіп келе жатырмын. Я, it is деген сөз, мынау деген сөз, this is дегенде мынау деген мағынаны білдіреді. Енді ойлайсыз ғой, қайсысын қолданамын деп. Екеуі де бір сөз. Екеуінің қайсысын қолданамын десеңіз де өзіңіз білесіз. Екеуінің де мағынасы мынау деген сөз. It is my book. Мынау менің кітабым. This is my book. Мынау менің кітабым. Екеуі де бір мағынаны білдіреді. Тек this is деген қай кезде, жаңағыдай сіз жақын жерде өзіңізге жақын тұрғанын көрсеткіңіз келген кезде, сондай кезде қолдансаңыз болады. Ал бірақ екеуін орын ауыстырып қолданғанымен ешқандай өзгеріске ұшырамайды сөйлем. Түсінікті ғой?